арнама қош келдіңіздер. Талдайтын тақырып үстеудің мағыналық топтары. Үстеудің мағыналық топтарын қарастырайық. Мезгіл үстеу. Сұрақтары: қашан, қашаннан. Мысалдар: қашан, кеше, бүгін, ертең, қысты күні, биыл, күні бойы. Келесі: мекен. Сұрақтары: қайда, қайдан. Мысалдар: әрі, бері, сыртта, ауға, тысқары, төмен, ішке. Келесі: қимылсын үстеу. Сұрақтары: қалай, қалайша, қайтып. Мысалдар: көзбе-көз, бірге, зорға, аздап, қолма-қол, әрең, емін, еркін. Келесі: мөлшер үстеу. Қанша, қаншалық, қаншадан, нешеден деген сұрақтары. Мысал келтірсек: қанша, онша, сонша, бірталай, талай, зорға, қаншадан, азғантай, неғұрлым, анағұрлым деген мысалдар. Ары қарай күшейткіш үстеу. Сұрақтары: қалай, қандай, қайтып. Мысалдар: нағыз, ең, өте, тым, кілең, нық, дәл, мүлдем деген сияқты мысалдар. Мақсат үстеу. Сұрақтары: неге, не үшін, не мақсатпен. Мысалдар: жорта, қасақана, көре, тұра, біле тұра, әдейі деген мысалдар. Себеп салдар үстеуі. Сұрақтары: не себепті, қалай және неге. Мысалдар келтірсек: босқа, текке, құр босқа, жоққа, әншейін, бекерге, амалсыздан. Сіздерге пайдалы болды деп сенемін. Назарларыңызға рахмет.